Саламатсыздар ма оқушылар? Жақсы отыра қойыңыздар. Бүгінгі сыныпта кім кезекші? Сыныпта кім жоқ? Жақсы, рахмет. Отыра қойыңыздар. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымызға сәттілік. Сабағымызды әдеттегідей үй тапсырмасын тексеруден бастаймыз, оқушылар. Үй тапсырмасын WordWall платформасы арқылы қазір сұрақтар қойылады, сол сұрақтарға қол көтеріп жауап береміз. Так, жақсы оқушылар, халықтың қандай топтары репрессияға ұшырады? Айта ой. Так, жақсы, жарайсың. Алжир лагері туралы қысқаша мәлімет. Айта ой, айдайын. Алжир лагері Ақмолада орналасқан және ол жерге халық жауы атанғандардың жақындары, балалары, әйелдері қамалған. Так, жақсы, жарайсың. 1932 жылы бесеудің хатын кімдер жазды? Айта ой, Нұрила. Ғабит Мүсірепов, Ғатаулин, Дәулет Қалиев, Алтынбеков, Қуанышев. Так, жақсы, жарайсың. Оқушылар, бүгін біз тарихтың терең қойнауына емес, ұлтымыздың ұлттық рухын оятқан ұлы тұлғаға саяхат жасаймыз. Ендеше оқушылар, бейнетаспа әдісі арқылы бүгінгі бейнероликті тыңдаймыз, тамашалаймыз, одан кейін сұрақтарға жауап береміз. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы. 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алаш Орда өкіметінің мүшесі. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі. 1895-1909 жылы Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі орыс қазақ мектептерінде оқытушы, Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін атқарады. Ол өте кемеңгер, білімді тұлғаның бірі болған. Байтұрсыновтың саяси қызмет жолына түсуі 1905 жылға тұс келеді. 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылып, 14500 адам қол қойған Қарқаралы петициясы авторларының бірі Байтұрсынұлы болды. Қарқаралы петициясында жергілікті басқару, сот, халыққа білім беру істерінде қазақ елінің мүддесіне сәйкес өзгерістер енгізу, ар-ождан бостандығы, дін ұстану еркіндігі, цензурасыз газет шығару және баспахана ашуға рұқсат беру, күні өткен дала ережесін қазақ елінің мүддесіне сай заңмен ауыстыру мәселелері көтерілді. Онда қазақ даласына орыс шаруаларын қоныс аударылуы үзілді-кесілді тоқтау талап етілген болатын. Сол кезеңнен бастап жандармдық бақылауға алынған Байтұрсынұлы 1909 жылы 1 шілдеде губернатор Тройницкийдің бұйрығымен тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылады. Ресей ішкі істер министрінің ерекше кеңесі 1910 жылы 19 ақпанда Байтұрсыновты қазақ облыстарынан тыс жерге аудару жөнінде шешім қабылдады. Осы шешімге сәйкес Байтұрсынұлы Орынборға 1910 жылы 9 наурызда келіп, 1917 жылдың соңына дейін сонда тұрды. Байтұрсынұлы өмірінің Орынбор кезеңі оның қоғамдық саяси қызметінің аса құнарлы шағы болды. Ол осы қалада 1913-1918 жылы өзінің ең жақын сенімді достары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатовпен бірігіп, сондай-ақ қалың қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпы ұлттық қазақ газетін шығарып тұрды. Газет қазақ халқын өнер, білімді игеруге шақырды. Байтұрсыновтың Орынбордағы өмірі мен қызметі Ресей үкіметінің қатаң жандармдық бақылауында болды. Ол қазаққа жабылған
негізсіз жала салдарының абақтыға отырып шықты. Байтұрсынов 1917 жылы революциялық өзгерістер арнасында өмірге келіп, қазақ тарихында терең із қалдырған қазақ съездері сияқты тарихи құбылыстардың қалың ортасында жүрді. Оларға тікелей араласып, қазақ газеті арқылы саяси теориялық бағыт-бағдар беріп отырды. Байтұрсынұлы Алаш партиясы бағдарламасын даярлаған шағын топтың құрамында болды. Байтұрсынов пен Дулатов қазақ арасында бұрыннан келе жатқан ру, жүз аралық алауыздыққа байланысты Алаш орда үкіметінің құрамына саналы түрде енбей қалды. Бірақ олардың қазақ ұлттық мемлекеттік идеясын жасаушы топтың ішінде болғандығын замандастары жақсы біліп мойындады. Алаш орда құрамын бекіткен екі жалпы қазақ съезі оқу-ағарту комиссиясын құрып, оның төрағасы етіп Байтұрсыновты бекітті. Байтұрсыновтың ықпалымен сәуірде Алаш орда басшылары мен мүшелеріне кеңес үкіметінің кешірімі жарияланды. Байтұрсынұлы бұл тарихи кезеңде патшалардың төрінде отырғаннан социалистердің босағасында өлгенім артық деген пікірде болды. 1920 жылы Владимир Ильич Ленинге үкіметінің Қазақстанды басқару ісіндегі алғашқы қадамының қатал сынға алған хатын жолдады. Қазревком мүшесі ретінде Қазақстанның Ресеймен шекарасының қалыптасу ісіне белсенді түрде араласты. Бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің 1919 жылғы 27 тамызда Қостанай уезін Челябинск облысына қосу туралы шешімге қарсы Байтұрсынұлының жазған саяси наразылығы Қостанай уезін Қазақстан құрамына қайтаруға негіз болды. Ол 1920 жылы тамызда құрылған Қазақ АКСР-ның үкіметінің құрамына еніп, 1920-1921 жылы Қазақ АКСР халық ағарту комиссары құрамына еніп, 1920-1921 жылы Қазақ АКСР халық ағарту комиссиясы қызметінде болды. 1922 жылы өлкелік халық комиссариаты жанындағы академиялық орталықтың, 1925 жылы халық ағарту комиссариаты ғылыми әдеби комиссиясын Қазақ өлкесін зерттеу қоғамы төрағасы болып қызмет атқарды. Байтұрсынұлы түрлі мемлекеттік қызметке ат салса жүріп, сонымен бірге бір мезгілде өзінің жаны сүйген оқытушылық, ұстаздық жұмысынан да қол үзбеген. 1921-1925 жылы Орынбордағы, 1926-1928 жылы Ташкенттегі Қазақ халық ағарту институтында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік педагогикалық институттың ашылуына байланысты ректордың шақыруымен осы оқу орнына профессор қызметіне ауысты. 1929 жылы 2 маусымда 43 алаш қозғалысы қайраткерлерімен бірге ол Алматыда тұтқынға алынып, осы жылдың соңына қарай тергеу үшін Мәскеудегі Бутырка абақтысына жөнелтілді. КСРО халық комиссиялар кеңесі жанындағы ОГПУ үштігінің 1930 жылы 4 сәуірдегі шешіміне сәйкес Байтұрсынұлы ату жазасына кесілді. Бұл шешім бірнеше рет өзгеріске ұшырады. 1931 жылы қаңтарда 10 жылға концлагерге ауыстырылса, 1932 жылы қарашада 3 жылға Архангельскке жер аударылсын деп ұйғарылды. 1933 жылы мамырда денсаулығы нашарлап кетуіне байланысты қалған мерзімді Батыс Сібірде айдауда жүрген отбасымен бірге өткізуге рұқсат берілді. 1934 жылы Максим Горкийдің жұбайы Пешкованың көмегімен Байтұрсынұлы отбасымен мерзімінен бұрын босатылып, Алматыға оралды. Бұл жерде тұрақты жұмысқа қабылданбай, түрлі мекемелерге қысқа мерзімдік қызметтер атқарды. 1937 жылы 8 тамызға тағы да қамауға алынып, 2 айдан соң, яғни 8 желтоқсанда атылды. Тұтас буынның төл басы болған Байтұрсыновтың алғашқы кітабы 40 мысал 1909 жылы жарық көрді. Ол бұл еңбегінде Ресей отаршыларының зорлық-зомбылығын, елдің туралаған халін жұмбақтап, тұспалдап жеткізді. Байтұрсынұлы мысал жанрының қызықты формасы, ұғымды идеясы, отты тілі арқылы әлеуметтік сананың оянуына ықпал етті. Ақынның азаматтық арман мақсаты, ой толғамдары, кестеленген өлеңдері маса деген атпен
жеке кітап болып жарық көрді. Масаның негізгі идеялық қазығы жұртшылықты оқуға, өнер білімге шақыру, мәдениетті уағыздау, еңбек етуге үндеу. Ақын халықты қараңғылық, енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерден арылуға шақырды. Абайдың ағартушылық, сыншылдық дәстүрін жаңарта отырып, Байтұрсынұлы 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиетін төңкерісшіл демократтық дәрежеге көтерілді. Сондай-ақ Байтұрсынұлы қазақ тілінде Пушкин, Лермонтов, Вольтер, Нацин өлеңдерін аударды. Бұл аудармалар Байтұрсыновтың тақырыпты идеялық көркемдік деңгейі жоғары туындылар. Ел тағдырының келешегіне алаңдаулы ақын көп қырлы ісімен, даналық саясатымен қазақ жастарының рухани көсемі болды. Байтұрсыновтың «Қазақтың 5 ақыны» деген көлемді мақаласы әдебиеттану ғылымындағы алғашқы зерттеу еңбектерінің бірі. Мақалада ұлы ақын Абайдың тарихи миссиясы, рухани болмысы, өлеңдерінің ұлттық сөз өнеріндегі маңызы, көркемдік, эстетикалық сипаты баяндалды. Ол Абай өлеңдерінің даралығын, сөзі аз, мағынасы көп тереңдігін, сыншылдығын ұғындырды. Байтұрсыновтың Абайдың ақындық шеберлігі, поэзияға деген көзқарасы туралы ғылыми тұжырымдаманың қазақ әдебиеттану ғылымында жалғасын тапты. Байтұрсынұлы әдебиет танытқышы мен қазақ әдебиеттану ғылымының негізін салды. Сондай-ақ ол әдебиет тарихының мұрасын, ауыз әдебиеті үлгілерін жинаған зерттеуші ғалым. Халық мұрасына үлкен жанашырлықпен қараған Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінде негіз етіп, ел аузындағы тіл алынбаса, оның адасып кеткендігін айтты. Байтұрсынұлы қазақ кәсіби журналистикасын қалыптастырған ірі қайраткер. Ол қазақ халқына, зиялы қауымға газеттің қоғамдық қызметін ұғындырып, баспасөздің өркениетті, тәуелсіз елге аса қажет нәрсе екенін жанкешті іс-әрекетімен көрсетті. Байтұрсынұлы ұйымдастырып, бас редактор болған Қазақ газеті қоғамдық ойға ірі қозғалыс, рухани санаға сілкініс әкелді. Қазақ газеті халықтың рухын сергіткен ірі құбылысқа айналды. Байтұрсынұлы әлеуметтік мәселелерге, қоғамдық ой-пікірге ықпал жасаған публицист. Қазақ зиялыларының жан-жақты білімдар әрі саяси күресте шыңдалған легін қалыптастыруда Байтұрсыновтың публицист, баспасөз ұйымдастырушы ретінде еңбегі ұшан теңіз. Ол қазақ ғылымы тарихында ұлтты қазақ әліпбиін жасап, жаңа үлгі ұсынған реформатор. Байтұрсынұлы әліпбиі қазақ тілінің табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде жасалды. Оның қазақ әліпбиесінің авторы екендігі, қазақ тілінің фонетикасы, әдебиет теориясы мен мәдениет тарихы оқулықтарын жазды. Қазақстандағы көптеген мектептерге, көшелерге Байтұрсынұлының есімі берілді. Тіл білімі институты, Қостанай университеті Байтұрсыновтың есімімен аталады. Байтұрсыновтың мұражай үйі мен ескерткіші ашылды. Қазақтың рухани көсемі атанған алаш ардақтысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының есімі қазақ халқы үшін мәңгілікке есте сақталады. Ал енді оқушылар, жаңағы бейне таспаны бәріміз қарадық, иә? Бәріміз қарадық, көрдік. Енді осы бейне таспа бойынша мен сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Бұл бейне жазбада кім туралы айтылған? Бұл бейне жазба Ахмет Байтұрсынұлы туралы. Енді екінші сұраққа келетін болсақ, бұл бейнеден қандай тұлғаны көре алдыңдар? Бұл жерде бізде Ахмет Байтұрсынов бейімделген. Бұл жерде оқуға, білімге шақыру, яғни қазақ балдарын оқыту туралы. Енді оқушылар, осы бейне жазбада көрінген тұлғаның өмірі қай кезеңмен байланысты деп ойлайсыздар? Бұл тұлғаның жасаған еңбектері өте көп. Оның бірі санасыздықты жою үшін баяншы деген кітап жазуы, тіл үйренуі, балаларға деген өте көп кітап баспаларының жазуы. Жақсы балалар, ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбын біздер бірге айтайық, иә? Сабақтың тақырыбы Ахмет Байтұрсынов ұлт ұстазы. Зерттеу сұрағы Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми мұрасы қандай?
Енді оқу мақсатына келетін болсақ, Ахмет Байтұрсыновты қазақ тіл білімінің негізін салушы, қоғам қайраткері ретінде бағалау. Сабақ мақсаты Ахмет Байтұрсыновтың өмір жолын талдаймыз және қоғамдық саяси қызметіне баға береміз. Ендеше оқушылар, бәріміз бірігіп белсенді жұмыс жасаймыз. Ал енді оқушылар, дәптерімізді ашамыз, я? Дәптерімізге бүгінгі күннің жадымен сабақтың тақырыбын жазып алайық. Енді оқушылар, сабақты бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Біздер топты ұлт ұстазының 3 қыры әдісі арқылы бөлеміз. Яғни бірінші оқушыдан бастап, бірінші ұяшықтан бастап таңдаймыз. Сол ұяшықта қандай қызмет жазылған, сол топқа барып отырамыз. Ғалым, ағартушы және қоғам қайраткері. Кеттік. Оқушылар әр топ өзінің топ басшысын тағайындаймыз. Сосын алдарымыздағы бағалау парағымен танысамыз. Сол бағалау парағына қазір әр тапсырманы орындап болғаннан кейін өзіміздің ұпайымызды дескриптор бойынша қойып отырамыз. Түсінікті ғой? Енді оқушылар, осы бүгінгі тақырыбымызды тереңірек түсіну үшін біздер оқулықпен және сіздерге алдын ала таратылған ақпараттық дерек көздермен жұмыс жасайтын боламыз. Біздерде бірінші тапсырма саралау деңгейлері бойынша А деңгейі, В деңгейі және С деңгейі. Алдарыңызда үш деңгейдегі тапсырма бар. Сол тапсырманы өзіміз қай тапсырманы орындай аламыз, сол бойынша орындап шығамыз. А деңгейін таңдаған балалар Ахметтің бала кезінен соңғы күндеріне дейінгі өмір жолын таймлайн ретінде сызасыздар, е? Оқушылар, жеке жұмысқа 10 минут уақыт беріледі. Барлықтарыңызға сәттілік. Оқушылар, уақыт аяқталды. Ендеше экранда көрініп тұрған дұрыс нұсқасымен өздеріңнің жауап парақтарындағы дұрыс жазылған мәліметті тексереміз және өзімізді тексеріп бағалау парағына ұпайымызды қойып отырамыз. Оқушылар, барлықтарымыз өзімізді бағалап болдық па? Ендеше кезектесіп неше ұпай алдық, соны айта қояйық. Мен С деңгейін орындадым. Тіл құрал. Қазақ тілінің алғашқы грамматикасы. Әдеби танытқыш. Әдебиет теориясының негізі. Оқу құралдары, мектеп оқулықтары. Әліпби реформасы. Қазақ жазуын жеңілдетті. Қорытынды. Ғалым мұрасының бүгінгі маңызы қазақ тілін білімінің негізін қалады. Білім жүйесінің дамуына жол ашты. Мен өзіме 4 ұпай қойдым. Мен В деңгейін орындадым, және де 3 ұпай. Мен С деңгейін орындадым. Тіл құралым
қазақ тілінің алғашқы грамматикасы, әдебиет танытқыш, әдебиет теориясының негізі, оқу құралдары, мектеп оқулықтары, әліпби реформасы қазақ жазуын жеңілдетті. Қорытындылай келе, білім жүйесінің дамуына жол ашты. Мен өзіме 4 ұпай қойдым. Ол 1913 және 18 жылдары қазақ газетінің редакторы болып тағайындалды. Әрі ол саясатқа да оқуға да талпынған ұлы ұстаз. Қорытындылай келе, оның қазаққа сіңдірген еңбегі мол. Мен мо деңгейін орындадым. Газет 1913-1918 жылы шықты. 1913 жылы қазақ газетінің алғаш номерін басып шығарды. Газет 1918 жылы қазақтар арасында кеңінен таралды. Алаш қозғалысы 1913 жылы Ахмет Байтұрсынұлы Алаш партиясын құруға атсалысты. Алашорда үкіметінің құрамына кірді. Халық ағарту ісі комиссары болды. Мектептер мен оқулықтарға өз үлесін қосты. Жастарды білімге шақырды. Мен С деңгейін орындадым, мен өзіме 4 ұпай қойдым. Мен С деңгейін таңдадым, мен өзіме 4 ұпай қойдым. Мен В деңгейін орындадым, мен өзіме 3 ұпай алдым. Мен С деңгейін орындадым, өзіме 4 ұпай қойдым. Апай, мен С деңгейін орындадым, өзіме 4 балл қойдым. Жақсы оқушылар, жеке тапсырма бойынша барлық осы Ахмет Байтұрсыновтың ең бірінші балалық шағынан білім алғанға дейінгі кезеңнің барлығын жаздық па? Одан кейін екінші В деңгейінде барлық еңбектері қамтылды ма? Жарайсыңдар. Үшінші бізде дәлелдеріміз сәйкес келді ме? Жарайсыңдар. Өздерімізге шынайы баға қоямыз, е? Ал енді оқушылар жеке жұмысты орындап болсақ, біздер келесі топтық тапсырмаға кезек береміз, е? Біздерде 3 топтың өзі 3 түрлі бағытта жұмыс жасаймыз. Демек, 3 топтың өздерінің атқаратын міндеттерің бар. Яғни шығармашылық шеберханасы деп аталады. Бұған берілетін уақыт 10 минут, уақытымызды тиімді пайдаланамыз. Алдарыңызға мен қазір парақтар таратамын, сол парақтарға постер ретінде жазып, бүгін қорғайтын боламыз. Біздерде ең бірінші топ ғалым тобы, демек қорғаушылар Ахмет Байтұрсыновтың еліне еткен еңбегінің барлығын дәлелдеп жазатын боламыз, е? Енді екінші топқа келетін болсақ, екінші топ бізде сарапшылар. Сарапшылар не істейді екен? Талдау кестесі әдісі арқылы Ахмет Байтұрсыновтың қоғамға тигізген әсерінің ықпалын кесте бойынша толтырып жазатын боламыз. Үшінші топ бізде замандастар, болашақ жаңалықтар әдісі. Егер де бүгінгі таңда Ахмет Байтұрсынов өмір сүрсе, қандай қоғам қайраткері болар еді? Сол сұраққа біздер жауап жазатын боламыз, е?
бір елдің өз мақсаттарына жетуге дәлелдейтін ішкі және сыртқы саясаттардың басым бағыттары. Енді Ахмет Байтұрсынұлының алаш қозғалысындағы еңбегін дәлелдейміз. Ахмет Байтұрсынұлы 1917 жылы Алаш партиясының құрушыларының бірі болып және Алашорда үкіметінің құрамына кірді. Ол қазақ елінің өз алдына автономия құру жолында еңбек етті және оның ақжол бағыты ұлттық мүддені қорғауды бәрінен де биік қойды. Ахмет Байтұрсынұлы халық ағарту комиссары болған кездегі еңбегін дәлелдейміз. Ахмет Байтұрсынұлы ол қазақ халқындағы балаларды білімге шақырып, мектептер мен оқулықтарына өзінің үлесін қосады. Енді біз осы топты қорытындылайтын болсақ, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының ұлы ағартушы, ғалым, ақын және қоғам қайраткері. Себебі ұлттық білім беру жүйесін құруға үлес қосты, қазақ тілін дамытуға ат салысты, ұлттық сананы оятуға күш салды. Біз екінші топ сарапшылар тобымыз. Ең бірінші ол қазақ тіліндегі оқулықтарды басып шығарды және мұғалімдерді даярлау әдістемесін жазды. Білімнің қоғамға әсері сауатсыздықты жою негізгі мақсат болып тағайындалды. Содан соң әртүрлі мұғалімдерге арналған тәжірибелі кітаптар, сауатсыздықты жою үшін баяншы деген кітаптарда жазылған. Бүгінгі маңызы қазіргі қазақ мектептері мен педагогика ғылымы Байтұрсыновқа негізделген әдістемелік қағидаларға сүйенеді. Ахмет Байтұрсыновтың қазаққа қоғамға тигізген тіл бағыты бойынша талдайтын болсақ, оның әрекеті орфографиясын қазақ дыбыстарына икемдеп, әліпби төте жазу реформасын жасады және 40-тан астам тілдік терминдерді айналымға енгізді. тіл бағытының қоғамға тигізген әсері қазақ тілінің ғылыми грамматикасының қалыптасуы, төте жазу арқылы газет, журналдар, кітаптар басылып, ұлттық баспасөз дамыды. Тіл бағыты бойынша қазіргі таңда етістік, бастауыш, сын есім, сан есім сияқты терминдердің тіліміздің ғылыми тұғырын сақтап тұр. Қазақ газетін шығарып, Байтұрсынов алаш қозғалысының басында тұрды. Онымен қоймай қазақ жерінің шекарасын белгілеу ісіне қатысты. Ұлттық сананың қоғамға деген әсері халықтың ұлттық намысын оятуы, тәуелсіздіктің идеясын ең жоғарғы деңгейге дейін көтеруі және де автономияны алу жолында күрескен ағартушы. Қазіргі таңда тәуелсіз отырғанымыздың басты себебі алаш арыстары мен Ахметтің саяси күресінің жемісі ретінде көрінеді. Егер де тобымыздың айтқанын қорытындылай кететін болсақ, Ахмет Байтұрсынов қазақ тілін дамытып, ұлттың сана сезімін оятқан жан, тәуелсіздікке дейін жол ашқан, оқу ағартын істі дамытқан, оның істеген еңбегі мен төккен терінің жемісін біз көрудеміз. Біз үшінші топ, замандастар тобы. Бізге берілген сұрақ: Ахмет Байтұрсынұлы бүгінгі таңда өмір сүрсе қандай қоғам қайраткері болар еді? Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі таңда өмір сүрсе осындай мәселе көтеріледі. Қазақ тілінің шынымен де мемлекеттік тіл болып қабылдануы және де балалардың тектес емес ойлау қабілетінің күшеюі және де тағы басқа мәселелер көп көтеріледі. Үндеуі: тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деген ұранын бүгінгі жастарға арнап білімді болыңдар, бірақ ұлттық дінді сақтаңдар дер еді. Қоғамға қандай өзгеріс әкеледі? Қазақ тілінің қолданысын кеңейтіп, сапалы білім беру жүйесін дамытуға ықпал етер еді, ұлттық рухани санасын күшейтер еді. Ал енді оқушылар, жаңа топтық жұмысты барлығымыз көрдік, барлығымыз көрдік, топтық жұмыспен жасадық, жұмыс жасадық. Бұл жерде сендер осы бүгінгі Ахмет Байтұрсыновтың 3 қырын не істедіңдер? Таныдыңдар, ол күрескер, ол реформатор және қазіргі таңда біздің рухани темір қазығымыз екенін дәлелдедік. Демек, оның ұлт ұстазы деген атағы ешқашан сөнбейді екен, оқушылар. Енді манағы топ бойынша сұрақ жауап қойып кетсек, ал енді оқушылар топтық тапсырманы түгелдей түсінген болсақ, мына сұраққа жауап берейікші. Ахмет атамыз егер қазірде тірі болса, жастарға қандай үндеу айтар еді? Оқыңдар, біліңдер, түсініңдер, өздерінің елдеріңе қызмет етуді ұмытпаңдар. Ал енді оқушылар, келесі сұрақты қоятын болсам, қазіргі таңда Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің әліпбиі мен ережелерін жазып бермеген болса, біздер қазір қалай сөйлеп, қалай оқып отырар едік? Ол біздің әліпбиімізге араласпағанда біздің тіліміз бұзылып, басқа елдердің сөздерінен шатасып кетер еді. Ол бізге нағыз қазақ тілін үйретті. Ал енді балалар, неге Ахмет атамыз тек қана мұғалім болып қана қоймай, ол газет, журнал шығарумен айналысты? Сондағы оның негізгі басты мақсаты қандай екен?
айта ғой. Ол халықтың көзін ашып, осы мемлекетімізді еркін, тәуелсіз мемлекет ретінде көргісі келді. Ол жеріміз сақтап қалу үшін барын салды. Бірінші топ тақырып бойынша негізгі тарихи ұғымдар мен деректерді дұрыс қолданып біліп, зерттеу сұрағына сәйкес мазмұнды жауап берді. Өз ойын жүйелі дәлелдеп жеткізіп, қорытынды жасады. Сызбаның әдемі көрінісін көрсетті, сөйлеу мәдениеті жоғары деңгейде болды, топтық толық жұмыс жасауы өте керемет болды. Біз оларға 6 деген балл береміз. Үшінші топ Ахмет Байтұрсынұлыны қоғам қайраткері ретінде бағалады. Және олар өз ойын жүйелі дәлелдеп жеткізіп, қорытынды жасай алды. Сызбаның әдемі көрінісін қойды. Сөйлеу мәдениеті мен топтың жұмысты жасауы өте жақсы деңгейде болды. Сол себепті үшінші топқа 6 ұпай қойдық. Қарсылас топты, яғни ағартушы тобына 6 ұпай береміз. Себебі топпен бірге бәрі тамаша жұмыс жасады. Сөздік мәнерлері ерекше және олар өз ойларын қарсылас топқа жақсы түсініктеме берді. Ал енді оқушылар, топпен барлығымен жұмыс жасап болсақ, бүгінгі сабақты бекітетін уақытқа келіп қалдық. Енді бекіту тапсырмаларына кім жылдам әдісі арқылы қазір жауап береміз. Мәтінді оқимыз, тез-тез сұрақтарға жауап береміз. Бастаймыз оқушылар. Бірінші сұрақ бізде Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми ағартушылық қызметінің нәтижесі не болды екен? Жауап В. Жарайсыңдар. Кеттік, екінші сұрақ. Ахмет Байтұрсынұлы, қазір айтайық. Ахмет Байтұрсынұлының ағартушылық қызметінің басты мақсаты қандай болған екен? Қазақ халқын білімге шақыру. Жарайсыңдар. Үшінші сұрақ. Алаш қозғалысына қатысуының негізгі себебі ұлттық мүддені қорғау, иә? Кеттік. Қазақ газетінде қызмет етуінің негізгі мақсаты қандай болды? Халық өміріндегі келісеміз бе? Кеттік. Кеңес билігінің ғалымға қысым көрсетуінің басты мақсаты қандай екен? Алаш қозғалысына қатысқаны үшін, иә? Төмендегі оқиғаларды дұрыс хронологиялық реттілігі бойынша анықтаймыз. Қазақ газетінің шығуы, 40 мысал кітабы, әдебиет танытқыш еңбегі. 2, 3, 1. Қарайық. Кеттік. Біздерде келесі сұрақ. Ахмет Байтұрсынұлының мұғалімдік қызмет атқарған жылдары қай аралыққа сәйкес келеді? Иә, айта ғой. Қазір көреміз. Кеттік. Ең бізде соңғы сұрақтардың бірі Ахмет Байтұрсынұлының өмір жолынан шығатын негізгі қорытынды қандай екен? Білім мен елге қызмет ету маңызды. Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми ағартушылық қызметінің нәтижесі қазақ әдебиетінің. Кеттік. Төмендегі еңбектердің қайсысы тіл білімінің негізін қалауға бағытталды? Тіл құрал, иә? Болды. Оқушылар, енді сабағымызды аяқтамас бұрын кері байланыс алып алайық. Кері байланыс бізде ұлт ұстазына хат әдісі арқылы хатта, яғни мынандай сұрақтарға тек тұрып қысқаша жауап бере қояйық. Бүгін сен не білдің? Қай еңбегі немесе қызметі саған ерекше әсер етті, және сендер Ахмет Байтұрсыновтан қандай үлгі ала алдыңдар? Мен бүгін Ахмет Байтұрсынұлынан ана тіліне берік болуды және өз тілімді құрметтеуді білдім. Ахмет Байтұрсынұлының көптеген еңбектері әсер еткен болатын. Және де оның тіл байлығы қазіргі қазақ тілін құрғандықтан көп адамға оның үлкен әсері бар. Оқушылар, енді өзімізді бағалап жіберейік. Манағы жеке тапсырма бойынша және топтық тапсырма бойынша кім қанша ұпай алды? Маған айта қойсын. Айгерім, неше ұпай алдың? 10 ұпай алдың. Жарайсың. Аяру, сен неше ұпай алдың? Жарайсың. 10 ұпай. Мейрамбек, 10 ұпай алдың. Жарайсың. Нұрасыл, 10 ұпай алдың. Жарайсың. Келесі бізде Аружан, иә? Аружан, неше ұпай алдың? 10 ұпай алдың, иә? Так, жарайсың. Келесі Каусар,
деп рефлексия білдіре қояйық. Біздер жасылды өте жақсы тамаша түсінгендеріміз жасыл асықты, ал орташа түсінгендеріміз сұрағым бар дегендеріңіз сары асықты, болмаса мүлдем түсінген жоқпын дегендеріңіз қызыл асықты келіп белгілей қояйық. Оқушылар бір-бірден кезектесіп келе қояйық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма Ахмет Байтұрсынов ұлт ұстазы деген тақырыпты кітабымыздан ашып, оқып, мазмұндап, түсініп келеміз. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет.